Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырып мейірімді қыз. Перед тем, как начать урок, подпишись на канал. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Мейірімді, добрый, добрая, көрікті, красивый, қарапайым, простой, еңбекқор, трудолюбивый, ыстық, горячий. Бірінші тапсырма. Жаңа сөздерді қолданып сөйлем құра. Используя новые слова, составь предложение. Үлгі – это пример. Вы должны составить свои предложения. Бірінші, адамды мінез көрікті етеді. Характер делает человека красивым. Әлемді мейірімді жандар құтқарады. Мир спасают добрые люди. Сізді қарапайым және еңбекқор адам деп айтады. О вас говорят, что вы простой и трудолюбивый человек. Екінші тапсырма. Төмендегі суретке қара, қыздың әрекетін қарап, оның қандай адам екенін болжап айт. Посмотри на картинки и по действиям девочки определи, какая она. Суретке қарап, қыз қарапайым, мейірімді деп ойлаймын. Үшінші тапсырма, третье задание. Ертегіні түсініп оқы, прочитай сказку. Қарамен берілген сөздерге сұрақ қой. Төртінші тапсырма. К выделенным словам задай вопросы. Жолды қалай табамын? Көмектесіңдер. Как я найду путь? Помогите мне. Келе ғой тұлпарым, көзіңді сүртіп берейін. Қазір жалыңды да тараймын. Подойди, мой тулпар. Здесь говорится про лошадь. Дай вытереть твои глаза. А после я расчешу твою гриву. Бәлішті тойып жеп алайын. Өте ыстық екен. Қалтамды да толтырып алайын. Давайте я съем пирог. Очень горячий. И в карман положу. Бұлақты тазалау керек. Қазір мен саған көмектесемін. Источник должен быть очищен. Сейчас я тебе помогу. Піскен алманы теріп алайын. Өте дәмді болар. Заберу яблоко. Наверняка вкусные. Үйді жинап тамақ пісіремін. Сендерді тойдырамын. Әзірше міне бәлішті жеңдер. Буду убираться, буду готовить и буду кормить вас. Пока что съешьте этот пирог. Келесі тапсырма. Қарсы мәнде сөздерді тап. Антонимдер сөздігін қолдан. Найди антонимы. Келесі тапсырма. Сұрақтарды басшылыққа ал. Ормандағы үй кімнің үйі? Үйдің иесі келген соң не болады? Что будет после того, как придет хозяин дома? Қыз үйін қалай табады? На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.